минувшие выходные в этно-ресторане «Алем» в теплой и душевной атмосфере журналистка и писательница Зера Бекирова поделилась своими воспоминаниями, рассказала о жизни и творчестве. Ленин байрағына ішке кірген вақытында пек бөлі бір арзум бар еді. Қырымда, демек, Қырым бойынша «Известия» газетасының несі өз мұхбірі олмақ. Эбет о бір хаял переслік бір жеді, кім Қырым татарына өлі мақсус мұхбір яда өз мұхбір етіп қойacak меркези газетке. Ләкин кенеде олар деділер, біз сізге бөлі бір вазифелер берірміз ве вақты-вақтымен бұл мақалелерні газетамызда басармыз. Особое место в жизни Зеры Бекировой занимает летопись национального движения крымских татар. Журналистка начала заниматься темой национального движения в конце 80-х, в годы активной борьбы за возвращение на родину. Мен білесем, эпсіміздің бір мұқаддес әрбір Қырым татарының бойын боржыдыр. Milli hareket hakkında bilmek, milli hareket iştirakçilerini bilmek, оларның унутмамак. Зера Бекирова также занимается большой исследовательской работой. Она помогала Идрису Асанину в составлении трехтомника «Адалет Куряши Сафларенда», а после его смерти сама издала 4-й том. Не так давно Зера Ханым совершила экспедицию на Урал, где еще живут крымские татары, депортированные туда в 44-м. Сен о инсанмен оның балалығына қайтасың, оның ең ағыр хатырлауларыны пайлашасың, яшайсың. Күч қайдан аласың? Бекім шу Қырым татары олғанымызда. Зера Ханым ответила на вопросы гостей встречи и поделилась своим взглядом на современное национальное движение. Біздің Қырымда яшамамыз, Қырымда қалмамыз, Қырымды ташлап кетмемеміз, мұнда қалмамыз да бұл büyük вазифелерімізден бірісідір. Evimizde bu тіл мұхитini yaratып, ана тілімізді unutmamasar. Çünkü тіліміз olmasa milletimiz olmaz, milletimiz olmasa devletçiligimizin de gereği yok. Hepsi бірі-біріне bağlı. Onun için elbette ki ve балаларымызны, ана-бабаларға elbet milli ruhta terbiyelemek. Мне было интересно. Зера Бекирова — это все-таки тот человек, который может поделиться его опытом, рассказать очень много интересного. Жанланасың әр вақытта бөлі көрішулерді. Зера ханымы ал барғаны іші пек мұйымдар. Марияуде, Уралда, әлі да сүргінліктен қайтып оламаған инсаларымыз бар. О да бұйық фажадыр. Onun için bu meselelerini көтерmek керек ve milletimize göstermek gerek. Мероприятия, которые проводит Харадинис, подобные встречи, нас очень интересны, очень насыщены патриотизмом, рассказами о тех геройствах, которые были в крымско-татарском национальном движении. Это является хорошим наставлением для нашей молодежи. Әр вақыт Ленин салғарының көрішкенде яны бір шелерні өзі үшін аласың. Бөлек китаплар бұл біздің тарихымызны бізге яшыларға көстере, олар кереклі. Ебеті Мариялге, Уралға бармақ бұл пек енгелшелдегіл, анда біздің халқымыздың векілерін тапмақ бұл пек бұйық іш. Ватанперверлік, тілінен бағылы ғайелер, фікірлеріні ішіткеніме ве Зера ханым бұл тәжірибесінен, бұл дүния бақшынен пайлашқанына пек мене дарым. Өзім үшінді яқын, өзіме жүрегіме яқын келген шелеріні де ішіттім. В связи с пандемией коронавируса встречу провели с минимальным количеством гостей и соблюдением социальной дистанции. Все желающие могли посмотреть мероприятие в прямом эфире. Бұл коронавирус вазиетінен çok адам келіп olmadı, ләкин келген яшларда бұл ішке ләқайт olmағанлары ве мерақланғанлары, кедерленгенлері халқың мәселелерін мені пек қуандырды. Бөлі әлбет көрішу тешкел еткен үшін мен Краймен Татарска бек мүтешеккерім олардан. Bu şeylerini çokça yapmak gerek. Çünkü gerçekten bana böyle bir sual oldu da mesela bugünkü günde ne yapmak gerek? Milli hareketin nasıl devam etmek gerek? Ve böyle konuşular elbet milli hareket iştirakçılarının konuşu, teşebbüsçülerinin konuşu yapılsa yaşlarga bir yol yorup gösterilgen dayan olur.